Қазақстан жерінің табиғаты алуан түрлі айрықша ғажап. Бір кездерде бұл өлкені 150 түрлі жабайы аң мекен еткен. Бұғы мен бұлғын, құндыз бен сусар, қоян мен сілеусін атаулы осал қапта жем айырып орын тепкен. Қазақстан сахарасында жортқан аңдарды қанша ауласаң да таусылмастай еді. Кең жазира далада топ-топ болып сайғақтар ағылатын. Үйір-үйірмен құландар да жайылатын. Әйтсе де аңдарды жаппай аулау және кей жылдардағы ауа райының қолайсыз болуы кейбір аң түрінің тоқымымен құрып кетуіне әкеп соқты. Сондықтан республикамыздың зоологтерінің алдына сол бір кездердегі аңдарды қайта өсіру мәселесі, яғни ормандар мен өзендерде, құлазыған қудала мен шөл жазираларда бағалы хайуанаттарды өсіру мәселесі қойылды. Енді осы салада көптеген сұрақтар пайда болды. Аңдардың қандай түрлерін қайта өсіру керек, және жергілікті жердің ауа райына қалай үйретуге болады. Олар жаңа мекенде өсіп өнер мекен. Міне осы сауалдарға ғалымдардың іспен жауап берулеріне тура келді. Тибет медицинасында сайғақтың мүйізі қымбат бағаланады. 2 мүйіздің құны 30 қой болды. Сондықтан да қысқа мерзім ішінде миллиондаған сайғақтың түгелдей дерлік құрып кетуі таңданарлық емес еді. Мың 1929 жылы Арал көліндегі Барса келмес аралына 7 сайғақ әкелінген болатын. Міне арада 35 жыл уақыт өтті. Қазір сайғақтардың саны республикамызда 1.300.000-ға жетті. Белгілі зоолог Бернгард Гржимек өзінің кітабын Қазақстан жеріндегі ғажайып деп атады. Түркмения, Батқыз қорығы. Бұл бір шұрайлы алқап. Өмір сүру күресінің заңы қатал. Өмір сүріп күнелту үшін қолайлы жағдай іздеген түз аңдары мекендеген жерлерін тастап та кетеді. Талай жылдан бері құландар шекарадан өтіп Түркменияны жайлап жүр. Халықта құланның майын жеген адам 40 күндік нәр алады, ал етін жесе желден жүйрік шапшаң болады деген нақыл да бар. Мың 1953 жылы Батқызда ұсталған бірнеше құлан Барса келмес аралына жіберілген еді.
Қазір аралдағы құланның саны 50 шамалы. Тағы біраз жыл өткенде сирек кездесетін осына бір сұлу жануарды республикамыздың көптеген жерлерінен көруге болады. Бұдан бірнеше жыл бұрын зоологтар Афанасьев, Слуцкий, Лобачевтар тау сүрлеулерін осылайша шарлаған еді. Ол кезде олардың алдында Алтай бұлғынының өмір сүру жағдайын зерттеп, осы бағалаңды Тянь-Шаньға қоныстандыру мүмкіндігін анықтау міндеті қойылған болатын. Міне сөйтіп, Алматы түбінде алғашқы тәжірибеде өткізілді. Алтайдан әкелінген бір топ бұлғын Алатауға жіберілді. Бұл бір сәтті тәжірибе болды.